Ой, саламатсыз ба апай, директор апай, қалайсыз? Саламатсыз ба? Мына бәлемді, баламды нөмір 1 данышпан деген мектепке апарған ғой, айына 165 мың теңге төлеп оқытатын еді. Бұл бәле данышпан болған жоқ, далбасалап кетті ғой, оқымады ғой. Сіздерде тегін оқытады дейді да, еще грантқа қатты түседі дейді ғой, жылда страшно түсіп жатыр дейді ғой, тереңдетіліп оқытады дейді ұбт-ны. Біздің Нұр болашақ мектебіміз жалпы жұмыс жасап жатқанымызға 12 жылдан астам уақыт болды. Сонымен қатар бізде жыл сайын 90-95% грантқа түседі. Ең бастысы мектебіміз тегін, бастысы 50 балдан асса жеткілікті. Жоқ, бұлар сонда түстен кейін бос болып қала ма, мына бәле босауға болмайды бұған. Егер де түстен кейін сіздің балаңыздың бос болмағанын қаласаңыз, онда бізде ұбт-ға дайындық курстары бар. Яғни ақылы негізде жүргізіледі. Сонымен қатар жақсы оқыған әрбір оқушыға ай сайын 20 мың теңгеден стипендия береміз. Ең қызығы, егер де сіздің балаңыз грантқа түспей қалса, 100% төлемақы қайтарылатын болады. 20 мың стипендия бересіздер ме? Ой, қойшы мама, оқымаймын, азынан кешке дейін. 20 мың стипендия береді дейді. Жеке өзіме берем екен, карточкамен түсем екен. Сен оны алатындай оқи аласың ба? Ақша берсе қандай оқимын?